Қазір не бір модный қатындар шыққан, үйде отыра беріп, не істейін, бекерден бекер, жұмыс жоқ дейді. Неге жұмыс жоқ? Жалғыз ғана кабинетке отырып алып, бет-аузыңның бәрін бояп қайтып келу жұмыс па? Жоқ. Шынымен жұмыс баланы тәрбиелеу. Шынымен жұмыс күйеудің разылығын алу. Шынымен жұмыс бұл қызды тәрбиелеу. Балаң қаяқта жүр, қызың қаяқта жүр. Күйеуің шаршап келді. Бейшаралар келеді. Менің байымды біреу сиқырлап апты, дуалап апты. Конечно, дуалап алады. Азында кешке сен жұмыста отырсаң, не қылу керек ол? Не істеу керек ол? Үйге келеді, қатын жоқ, әбет жоқ, шай жоқ. Содан кейін үйінде отыратын қатындар дуалап алады. Әйелдің жұмысы міндеті өте үлкен. Әйелдің жұмысы өте үлкен жұмыс. Сол әйелдер не үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жәннат аналар аяғының астында деп қойды. Қандай ана азаннан кешке шейін жұмыста отыратын аналар